Экс-министр Ажар Ғиният жаңа қызметке тағайындалды. Ғинияттың 2022-2024 жылдары денсаулық сақтау министрі қызметін атқарғанын ел біледі. Ал қазіргі денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова ұлттық балаларды оңалту орталығы ұжымына жаңа басшы Ажар Ғиниятты таныстырды. Айта кетейік, Ажар Ғиният Ақтөбе мемлекеттік медицина институтын педиатрия мамандығы бойынша, Есенов атындағы Ақтау мемлекеттік университетін мемлекеттік және жергілікті басқару менеджері мамандығы бойынша және Алматы менеджмент университетін іскерлік әкімшілендіру магистр мамандығы бойынша тәмамдаған. Еңбек жолын 1993 жылы Атырау қаласының нөмір 2 қалалық емханасында учаскелік педиатр болып бастаған. 1994-99 жылдары Ақтау қаласының нөмір 1 медициналық санитарлық бөлімінің меңгерушісі, 99-2001 жылдары Маңғыстау жұқпалы аурулар ауруханасының бас дәрігерінің емдеушісі жөніндегі орынбасары, 2001-2005 жылдары Маңғыстау облысының денсаулық сақтау басқармасы басшысының орынбасары, 2008-2017 жылдары денсаулық сақтау министрлігінің басқарма басшысы, департамент директоры қызметін атқарды. Ал 2017-2020 жылдары Қазақстан президенті іс басқармасы медициналық орталығы басшысының орынбасары болса, 2020-2022 жылдар аралығында денсаулық сақтау вице-министрі, бұдан кейінгі жылдары денсаулық сақтау министрі қызметін атқарды. Денсаулық сақтауды дамыту саласындағы жетістіктері үшін, денсаулық сақтауды дамытуға қосқаны үшін денсаулық сақтау үздігі төсбелгілерімен, құрмет орденімен марапатталған.